Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік? Сіздермен тағы да бір жүздесудің сәті келіп отыр. Бұл жолы мен өзіміздің қазақтың салт дәстүрлеріне байланысты кейбір түрлерін айтқым келеді. Мен де сіздер сияқты қарапайым адаммын. Өзімізге құлаққа сіңісті болған немесе күніге естіп жүрген салт дәстүрлерді біледі екенмін. Ал көбінесе көп заттарды естігенімізбен, мынау теледидардан, газет журналдардан оқығанымыз болмаса, ол атын естігенімізбен не ырым, не дәстүр болды екен деп ойланып қалады екенсің. Жақында сол өзіміздің қазақтан шыққан Сейіт Кенжеахметұлы дейтін осы қазаққа жанашыр, салт дәстүрімізді жинайтын этнограф, ғалым ретінде танылған кісінің кітабын алуыма сондай жақсы сәті түсті. 2093 жылғы салт дәстүрлер жиған терген деген 2093 жылы, міне одан бері 30 жыл өтіп кетіпті. Сол кітабым үйде болатын, ол да көнеріп қалды, тозып қалды. 2013 жылғы шыққан кітабын жақында алып алдым. Өте жолым болды деп есептеймін. Бұрынғыдай емес, бұл жолғы кітабы өте керемет. Мақал мәтелдер, мысалы ырымдар, салт дәстүрлердің небір түрлерін өте тәптіштеп түсінікті етіп жазған екен. Мен сіздерге айтайын дегенім, мысалы базарлық деген не, байғазы деген не, беташар, бәсіре, бастаңғы, құда түсу дегендерді білеміз ғой, оны білмейтін қазақ жоқ. Бірақ мен өзімнің білмеген затым, мысалы осы қазақтың салт дәстүрлері мен әдеті ғұрыптарының ішінен бұрын естімеген дәстүрлерді естідім. Бес жақсы, ат тергеу, біз шаншар, бие қысырамас, көнек және қамшы қайтару, осындай салт дәстүріміздің түрлері өте көп екен. Соның бір-екеуімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Біле жүріңіздер, жастар естісе, тыңдаса, олар да құлағына құйып алсын деген мақсатпен айтып отырмын. Мен білмедім дегеннен айтудан ұялмаймын, себебі мен шынымен де мұндай дәстүр салттарды білмейді екенмін. Енді білетін болдым. Мысалы, біз шаншар. Кең байтақ қазақ даласында салт дәстүрлердің қызықты түрлері көп-ақ. Бірақ олар бір-бірінен онша алшақ емес. Соның бірі біз шаншар. Еліміздің шығыс, оңтүстік аймақтарында жаушының орнына осы біз шаншар салты қолданылады. Жас кәрісі аралас, бір топ ер азамат бойжеткен қызы бар үйге түсе қалады. Қандай шаруамен жүргенін айтпайды. Әртүрлі ел шаруасын амандық білген болып, қонағасын ішіп аттанып кетеді. Әдеп бойынша ел ішінде үйге қонақ топтанып түсе бермейді. Олар кеткеннен кейін отағасы мен отанасы қонақтар отырған жерді қарап, одан шаншулы бізді тауып алады. Бұл бізде ұл, сізде қыз бар, құда болайық дегенді білдіреді екен. Міне, көп сөз айтпай-ақ, құда түсейік демей-ақ, ырыммен-ақ білдіріп кетеді екен. Тағы бір маған ұнаған бір түрі қамшы қайтару. Ер-тұрман жабдықтарының ішінде қамшы киелі құрал саналады. Соған орай қамшы атауымен байланысты этнографиялық ұғым да көп. Мысалы, халқымыздың қамшы тастау, яғни сөз сұрау, қамшы жұмсау, яғни сабау, күш көрсету, қамшы болу, яғни әсер ету, себепкер болу. Тағы басқа, мысалы, сөзбен айтса, қамшы қайтару құдалық, яғни құда түсу жолында жасалатын жоралғы екенін айтылады. Ұлына қалыңдық іздеген жігіт әкесі ауылдың ақсақалы мен азаматтарына және өз туысқандарына жолығып шаруасын айтады. Бұған жанашырлар ақыл қосып, пәлен жерде жақсы отбасының бойжеткен қызы бар екенін хабардар етеді. Әрине,
бұл жерде болашақ құдалардың текті жерден болуын қалайды. Сөйтіп жүріп, әкесі өзінің беделді адамдарын ертіп, қыз әкесінің үйіне барып түседі. Қонағасын ішіп аттанған қыз әкесі өз қамшысын кереге басына іліп кетеді екен. Мұны көрген қыздың әкесі келген кісілердің аты жөнін, ата тегін білгеннен кейін оларға тиісті жауабын беру керек. Егер қыздың басы бос болмаса, яғни біреуге айттырылып қойылса, немесе қызын бергісі келмесе, онда қамшы иесіне қайтарылады екен. Мұны қамшы қайтару дейді. Бұған жігіттің әкесі ренжімейді. Қызға белгі тастаудан біз шаншар дегенде жоралғы бар деп, ары қарай жалғастырған жаңа мен сіздерге алғаш рет оқып кеттім. Осындай жақсы, өнегелі салт дәстүріміздің бар екенінен де біле жүрейік деген ниетпен жастарға үлгі болсын деп сіздермен бөлістім. Сау саламатты болыңыздар. Тағы қандай салт жоралғы түрін естіген болсаңыздар, білгілеріңіз келсе, іздестіріп сіздермен бөлісе отырайын. Ойларыңызды айтыңыздар.